Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен оңай жасалатын, қарапайым ғана заттардан тұратын өте дәмді алмалы пирог жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан өте дәмді және осындай күшті болып көтеріліп шығады. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен қажетті өнімдерімізді дайындап аламыз. Бізге керегі ыдысымыз таза, құрғақ болуы керек. Жұмыртқа, ұн, разрыхлитель, ванилин немесе ванильный сахар, сұйық май, қант, сметана қажет болады. Жұмыртқаға қантымызды салып, 1-2 рет бөліп салып, жай скоростан, жай жылдамдықтан жоғарғы жылдамдыққа дейін көтеріп, осылай аппақ болғанша миксерлейміз. Осылай аппақ болып жақсылып көтерілгенше миксерлеп шығамыз. Сосын оған сұйық майды құйып, тағы да 1-2 рет миксерлесек жеткілікті. Көп миксерлеп тастамаңыздар, біздің жұмыртқа басылып қалады. Сосын оған сметананы саламыз. Үйде осылай кішігірім сметаналар қалып қояды ғой, сол кезде жасалынатын жақсы пирог. Тағы да 1-2 рет миксерлеп, сосын құрғақ заттарымызды ұнға қопсытқышты, яғни разрыхлительді, сосын менде ванильный сахар болды. 3-4 грамм шамасында, егер ванилин болса 1 грамм жеткілікті. Аз-аздан ұнымызды аз-аздан бөліп салып, жай скоростта миксерлейміз біріккенше. Өте көп миксерлеп жіберудің қажеті жоқ. Осылай 2-3 рет бөліп салып, жай скоростта біріккенше миксерлесек жеткілікті. Сосын жан-жағын тазалап, тағы да 1-2 рет араластырып жібереміз. Біздің массамыз осындай қоймалжың, қатты қою емес, қатты сұйық емес масса болып шығады. Сосын формамызды дайындап аламыз. Менде 22 диаметрлік, яғни сантиметрлі форма. Пергамент қағазын төсеп, жан-жағына сары майды өте жұқа етіп жақтым, жабысып қалмас үшін. Сосын массамызды құйып, үстіне жұқалап туралған алманы тураймыз. Кішігірім болса 2 алма, үлкен болса 1 алма жеткілікті. Осы уақыт аралығында пешімізді алдын ала қыздырып қоюды ұмытпаңыздар. 180 градуста алдын ала қыздырып қоямыз. Алмаларды осылайды рет-ретімен әдемілеп қойып шығамыз. 180 градуста әбден қызып тұрған пеште 50 минут шамасында пісіреміз. Әр пеш әр түрлі, сондықтан өзіңіздің пешіңіздің ыңғайына қарай бисквит, торттарды пісіріп жүрген градуспен пісіресіздер. Бисквит піскен соң, әбден суыған соң ғана формадан шешеміз. Осылай әсемдік үшін бетіне сахарный пудра сеудің, бұл міндетті емес. Өте дәмді, жұмсақ, қарапайым ғана заттардан тұратын өте дәмді пирог. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса төменге пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп алыңыздар. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Үмида.